Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гаухар. Бүгін осындай воздушный болып шығатын сметанникті жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырамыз. Яғни ұнға қопсытқышпен қантты қосып, жақсылап осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан кейін тоңазытқыштан алынған мұздай майымызды саламыз. Май менде 82%, негізі пирогтарға 80%-дан жоғары майды пайдаланған жақсы. Сол кезде сіздің пирогтарыңыз жұмсақ болып шығады. Осылай барлығын араластырып песочный тесто жасаймыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз, жұмсақ қамыр елейміз. Диаметрі 22-23 см болатын осындай формаға енді әдемілетіп барлық біздің қамырымызды төсеп шығамыз. Бортиктарын да биіктеу етіп, жұқалатып жаямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге қаймақ керек. 300 грамм қаймақ менде 20%, міндетті түрде қызар 20% қаймақты пайдаланамыз. Одан кейін 5 ас қасық қантты қосамыз, 2 жұмыртқаның сарысын, 1 ас қасық міндетті түрде жүгері крахмалы мен біздің салмамызға дәм беру үшін ванилин немесе ваниль қантын қосып, осылай жақсылап барлығын араластырамыз. Жұмыртқаның ағуызына шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап шайқап аламыз. Біздің ағуызымыз қоюланып, жан-жағына ыдысты қозғаған кезде, яғни төңкерген кезде ақпауы керек. Егерде ақпаса, мінеке дайын деген сөз. Енді оны жақсылап қаймаққа қосамыз. Венчикпен шайқамаймыз, қыздар. Осылай қасықтың лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай жайымен деп біздің ағуызымызды басып алмай, жақсылап осылай шайқап аламыз. Одан кейін қамырымыздың үстіне құйып, 180 градуста қыздырылып тұрған пеште 30-35 минут беті қызарғанша пісіреміз. Жарты сағаттай жақсылатып суытып аламыз. Одан кейін кессек болады. Қараңыздар, қыздар, кескен кезде де көрініп тұр, үлпілдек, ал қамыры жұмсақ болып шыққаны. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сонымен қатар менің каналымда одан да күшті рецепттер бар. Мына сілтемелерден өтіп қарап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.